құрметті IT тірлік журналының оқырмандары. Бүгін бізде студияда қонақта Әлия Сенбай, Екпін онлайн күнделігінің журналының редакторы. Қош келдің. Аз-маз өзің туралы айтып тұрсаң. Мен Қарағанды тумасымын. Қарағанды мемлекеттік университетті бітіргем. Журналистика мамандығы бойынша. Ұстаздарым Мейрамхан Жапек пен Мартбек Тақмырза болатын. Содан кейін бірнеше басында блог жүргіздім 2007 жылдан бастап. Асхат ағамен, Асхат Ешкімбаймен танысқаннан кейін, содан кейін блогқа байланысты дипломдық жұмыс жаздым 4-ші курста. Одан кейін кәдімгідей блог жүргіздім, таныстым қазақ блогшылармен. Кейін бірнеше сайтта жұмыс істедім, газетте, экономикалық басылымда. Одан кейін Алматыға келдім 2011 жылы, осыдан 2 жыл бұрын. Себебі YouVision блог платформасы мені редактор ретінде шақырған болатын. Ол кезде олардың концепциясы, бағыты аздап өзгертілді, ережелері өзгертілді, сондықтан оларға редактор керек болды, контентке қарайтын, жауап беретін адам ретінде. Олар мені шақырды. Содан 2 жылда сол жерде жұмыс жасаймын. Екі тілде? Екі тілде болғанда, бірінші мен сол YouVision көбінде орыс тілді боласын, сол YouVisionдағы барлық контентті қараймын, қадағалаймын, жауап беремін деп айтуға болады. Содан кейін бізде сонда мүмкіндік пайда болды қазақ тілінде бөлек жоба ашуға. Оған біздегі басшылық, соның ішінде Стас Игнатов айтқан, сен қазақ тілінде жобаны жасай бер деп. Ол басында баяғыда болатын, содан кейін біз бір қаржы ма, демеуші ма тауып аламыз деп. Бірінші концепциясын жаз деген. Содан кейін мен 1-2 сағаттың ішінде ол концепцияны жазып қойдым, себебі ол басымда болған сияқты, сол идеялардың бәрі ойламасам да бұрын, бірақ көп ретте сондай жастар туралы жазғанды ұнататын, шығармашылыққа жақын, бір талантты жастардан сұхбат алып, солай жүретінмін. Содан кейін бұл концепцияның негізіне айналған, яғни жастар тақырыбы, мәдениет, біздің Бұл енді екпін туралы болады. Осы екпін туралы тақырыпқа көшпес бұрын, сәл кейінге оралайық. Блог жүргіздім деді. Блог қандай тақырыптарды қамтыды? Қай саланы сөз етті? Басында мен блог бастаған кезде, басында ойлайтын, мен блог жүргіземін, себебі мен дипломдық жұмысым, ғылыми жұмысым сол блогқа арналған, сондықтан міндетті түрде мен блогым болуым керек. Содан әлі Асхат ағалармен таныспас бұрын блогспотты аштым, 2007 жылы қарадым, блогымды аштым әйтеуір, сосын бірақ түсінбеймін, қалай жазу керек, не істеу керек, жазсам қазақ қаріптері шықпай қояды, сосын аздап енді түсінбедім шыны керек. Содан кейін біз Бішкекке 2007 жылы сол Бішкекке барғанбыз воркшопқа. Ол жерде бір Прага мен американдықтардың бір сабақтары өтті, лекциялары. Солар орталық Азиядан бірнеше кісіні шақыртты. Содан мен ғылыми жетекшім Мейрамхан Жапек айтты, сен бар, міндетті түрде қатыс, таныс адамдармен сөйтсем барсам, сол жерде Асхат аға жүр екен, сосын Қуаныш Мағзұлы, солармен бәрімен таныстым. Сол жерде сосын Асхат аға айтты, міне бізде қазақ блогшылар бар, Алматыда негізінде біз жазып жатырмыз. Мен осылай екен, сосын бірінші подкаст жаздық, сол кезде мен подкаст не екенін де білмеймін. New Eurasia сол жерде подкаст болды ғой, да? Сол жерде Асхат аға жүргізген подкаст. Сосын бір подкаст жаздық, одан кейін бәрімен танысып үйге келдім да, сол кәдімгідей блог бастадым. Сол блог бастаған кезде мен бірінші былай қазақ журналистикасының тарихы жайында жаздым. Мысалы,
дала ойлайтын газеті деген болған, осында шыққан, немесе Түркістан ойлайтын газеті шықты, немесе Мұстафа Шоқай туралы сондай бір лекциялар. Алғашқы қазақ журналистикасы. Иә, сол жайында жаздым, себебі бұл мен күнделікті сабақтарым, семинарларым, соған өзім қызықтым да, соны жазғым келді, себебі ол кезде интернетте ондай ақпарат болған жоқ. Содан кейін маған жұмысқа, енді ғылыми жұмысыма бір деректер қажет болды, мәліметтер, статистика алғашқы. Сосын мен қарай бастаймын, қандай қазақ блогшылары бар, олардан сауалнама жасаймын. Сендер қандай тақырыпта жүргізесіздер блогтарыңды, аспаздық дейді, біреу өлең жазады, поэзия, тағы. Сосын соның бәрін есептеп, процентін шығарып, жұмысыма керек болғасын, соны жасадым. Содан кейін көп ретте андай ресми емес енді, бірақ жеке микроблогинг туралы блог жүргізді. Ол кейін болды, иә. Негізінде блогымда жеке бір мен толғандыратын бір мәселелерді жазған жоқпын, шыны керек, әлеуметтік бір жағдайлар жазған жоқпын, өзім жайында. Негізінен бір ағартушылық жағы. Иә, тек қана сол публицистер туралы, журналистика туралы сондай жазған сияқты. Керек болады-ау деген студенттерге, керек болады-ау деген тақырыптар. Реферат іздеп жүрген студенттерге. Содан кейін 2009 жылы біз ол кезде 2009 жылы Қазақстанда алғаш рет баркэмп өткізілді Алматыда. Содан соған келдім тағы. Мына жақта ювижндықтармен таныстым. Содан кейін біраз блогшылармен таныстым. Ол кезде аз, бірақ кәдімгі күшті нәрселер жазатын жігіттер, қыздар көп болды да. Ол кезде енді қазіргідей емес, ол кезде енді қазынат нарығында ақша әлі жоқ деп айтуға болады. Таза энтузиасттар. Иә, таза энтузиасттар. Алғашқы подкаст жазған жігіттер болды, өте керемет сапалы болды олардың контенттері. Содан кейін кәдімгідей дизайнер, программистер, сондай қыздар жиналғанда өте қызықты кездесу болды. Содан кейін қазақ блогшылар да келді, Анар Мұстафина, сосын Аида Қалиева, солар да келді. Содан кейін бұл да бір маған серпін беретін нәрсе болған шығар. Содан кейін сол 2011 жылы, 2010 жылдың аяғында, 2011 жылдың басында сол екпіннің концепциясы келе бастады. Жалпы өзің сөзіңде Мейрамхан Жапек апайымыз туралы өте көп тілге тиек еттің. Ол кісі сонда осы сенің онлайн журналистикаға, блогингге келуіңе тікелей әсер етті, солай ма? Мейрамхан апай, енді мен онлайн журналистикаға, жалпы блогингке келгенім бірінші Асхат аға шығар ол, маған бәрін түсіндірген. Ал Мейрамхан апай ол бір сондай рухани ұстазым ретінде, сол кісі маған көп білім берді, мысалы Алашорда, қазақ журналистикасының тарихы жағынан көп студенттеріне көптеген керемет ақпараттар берді, мәліметтер берді. Ол кісінің арқасында біз өзіміз үшін қазақ тарихын ашқан болатынбыз. Мектепте өткен ол бір, ал Мейрамхан апайдың сабақтары ол бір бөлек болды да. Сосын ол мені әрине үнемі демеп отырды. Мен айттым, мен мысалы блог туралы жазғым келді. Ол айтты, иә, дұрыс жаз, қазір ол дамып жатыр бұл тақырып. Сосын ол менің ғылыми жетекшім болды да, Асхат аға рецензентім болды дипломдық жұмысында. Содан мысалы екпінді ашқан кезде Мейрамхан апай тағы бізге көмегін көрсетті. Көптеген біз видео лекцияларды жазды ол кісімен. Қазір ол кісі Астанада болғасын, ол болмай жатыр. Қазір Астанада өтеді. Ол қазір Қазақстан арнасының веб-ресурста редакторы. Содан кейін ол кісі бізге алашордашылар туралы көп мәліметтер беріп отырады сайт үшін. Ал екпінге қайта оралайық. Неліктен ол екпін? Тағы да қазақ журналистикасының тарихына келетін болса, бұрында жастардың сондай бір газеттері болған, қолдан жасалған газет. Бұрында болған қай жылдар? Ол сол социалистік кезеңде. 20-30 жылдар. Кейін өтем. Нақты есімде жоқ. Сол кезде қолжазба газет шығарған, бірақ бірнеше саны ғана шыққан, бірақ аты сондай күшті екпін. Ол екпін деген аты. Ол кезде редактор кім болған? Ол кезде нақты білмеймін, жастардың өздері жасап жүрген кәдімгі жұмысшы жастар. Қазір біздің тілмен айтқанда волонтерлар сияқты ғой да?
мүмкін ол жайында нақты ақпарат, көп ақпарат жоқ, өкінішке орай, бірақ сол газеттің атауы есімде сақталды да. Сол атау жалпы екпін деген сөздің бірнеше мағынасы бар болғандықтан, сондай 5 әріптен тұрады, тез жатталынатын сияқты, меніңше содан кейін сол екпінді алдық. Негізі өте тамаша ат деп ойлаймын. Екпін бір алға қарай жылжып бара жатқанды білдіретін бе, осы заман ағымына сай көшке ілесіп келе жатқан деген атты білдіретін сияқты менің ойымша. Біздің де концепцияға келетін сияқты, сол жастарға бір дем беретін нәрсе. Қазір енді қандай материалдар жариялануда, қандай бағыттағы? Бізде бірнеше айдар бар. Негізгі айдар, мысалы бүгін Алматы көшелерінің тарихы айдарында Айжан Түркебаевтың құрметіне аталған көше жайында ақпарат. Сол жалпы Алматы көшелерінің тарихы бір үлкен айдар деп ойлаймын. Ол елге ұнап жатыр, көп рет айтып отырады, жақсы мәліметтер екен. Осы бір айдардан кейін алматылықтар өздерінің Алматысымен қайтадан танысып жатқан сияқты. Мүмкін. Мен шыны керек өзімде білмеймін, көп кісілерді содан кейін біліп отырамыз бірге, қыздармен бірге. Содан кейін тағы бір үлкен айдар, бұл Алматы мұражайлары. Оны әлі бір жыл болды осы, әлі бір мұражайларда тауып жатырмыз, әлі де мысалы соңғы жарияланған мұражай Мұхтар Әуезовтың үйі. Ол мұражай жайында көп кісі біле бермейді екен, бірақ өте тамаша үй, міндетті түрде барып көріңіздер. Қаланың ортасында өте әдемі 2 қабатты үй. Бұл да бір маңызды айдар деп ойлаймын, себебі мысалы бізде Ахмет Байтұрсыновтың мұражайы жайында шыққан материал қазір 1 жылдың ішінде, 1 жылдан аз уақыттың ішінде 7000 қаралым санына ие болды. Содан кейін 1 күннің ішінде. Жоқ, 1 жылдың ішінде. Сосын көп кісілер, соны оқып отыратын кісілер айтады, мен білген жоқпын, осындай мұражай бар екен, міндетті түрде барып келемін деп. Кәдімгідей сұраныс бар екен осындай тақырыптарға. Күніне қанша адам оқиды екен? Соңғы статистиканы қарамаппын, шыны керек. Оның алдындағы статистика? Бұрын 500-ден 1000-ға дейін. Жалпы тұрақты оқырмандарымыз бар, да? Тұрақты оқырмандарымыз бар, оны біз пікірлерден де көруге болады. Немесе лайк қоятын адамдардан көруге болады, тұрақты оқырман бар екенін, немесе кейбіреулер кірмейді, содан кейін кіріп, бірден барлық материалды қарап шығады. Жалпы бір министрлік тарапынан болсын, жалпы бір қолдау бар ма осы сіздердің бастамаларыңызға? Біздің Нью-Йорктағы басшылық былтыр мәдениет министрлігімен сөйлесіп, былтыр сосын біз тендерге түскенбіз. Былтыр бізде қолдау болды министрліктен, мәдениет министрлігінен. Қазір ол енді іздеп жатырмыз деп айтуға болады. Енді іздеп жатқан жоқпыз, себебі бізде U-Vision'нан қаражат келе жатыр, бірақ сонда да бізге егер бір демеушілік болса, біз қарсы емеспіз. Артық етпейді. Артық етпейді, себебі егер демеушілік болса, біздің мүмкіншілігіміз өседі. Мысалы біз техникалық жағынан, адам жағынан, авторлар жағынан, мысалы бізде мүмкіндік көп болады. Әрине. Ал жалпы ол көп кейбір адамдар мен өзім кездестірген. Сіздердің поддомен ретінде орналасқансыздар U-Vision платформасының ішінде. Соны бір қиындық ретінде көріп жатады. Ол бөлек шықпақ ойларыңыз жоқ па? Мысалы айталық ekpin.kz болып болсын. Өз алдарыңызға отау тікпек ойларыңыз жоқ па? Әлде ол әу баста концепциясы солай құрастырылған ба? U-Vision'ның бір бөлімі ретінде. U-Vision бөлімі ретінде бізде мысалы U-Vision'да бірнеше арнайы спецпроекттер бар, мысалы арнайы жобалар. Ол қыздарға арналған дресс.me, спорт сайты, хоккейге арналған шайба.kz деген. Олар бәрі бір жағынан бөлек жобалар, бірақ олар бәрі U-Vision'ның ішінде, себебі U-Vision қолдау көрсетеді. Егер біз бөлек шықсақ, ұтамыз деп ойламаймын. Ұтқаннан ұтылғандарыңыз көп болады. Себебі бізде мысалы егер де бір демеуші болса, мен сендерді аламын, міне жұмыс істеңдер десе, ол әрине, бірақ дәл қазір
біздің бастаушымыз бізге көмек көрсететін ол YouVision басшылығы. Сондықтан да біз кетеміз, бөлек шығамыз деген ой жоқ. Бізге негізінде бәрі ыңғайлы осылай болып тұрған. Ал егер де басқа оқырманға ыңғайсыз болса, мысалы олар екпін KZ деп жазса, олар бәрібір біздің жобаға кіреді. Себебі екпін домені редирект жасайды бізге. Жалпы енді материалдарды сіздер қалай өңдейсіздер, қалай жинайсыздар, Айдар тақырыбын қайдан аласыңдар, материал сіздерге біреу жібере ме, әлде үнемі өздеріңіз ізденісте жүрсіңдер ме? Ішкі кухняға. Біздің командамыз туралы айтып өтейін. Бізде Айжан Кәрібаева мен Айнұр Ракишева екі журналист, яғни үшеуміз сол екпінде жұмыс жасаймыз. Негізгі үш адамбыз. Ал егер де оқырман тарапынан мен материалымды жариялай салыңызшы деп жатса, мысалы ұсыныстар, хат келеді бізге. Біз қараймыз, егер ұнаса, міндетті түрде жариялаймыз екпінде. Ол көріп жатқан шығарсыздар, басқа кісілер де жазып тұрады, мысалы Қазудың студенттері, немесе Жүргеновтың студенттері, немесе бізде тағы бір бала пайда болды, ол Үндістанды саяхаттап Үндістанға барған бірнеше фотоматериалын жіберген. Сондықтан бізде бар сондай жариялағысы келетін материал. Бірақ жалпы материалдардың айдарларын біз өзіміз табамыз, жиналыста жиналамыз, үшеуміз талқылаймыз, қандай тақырып керек, қандай тақырып сұранысқа ие, не жасаймыз, не істейміз осы алдағы уақытта жоспар құраймыз. Содан кейін әр материал бізде кесте бойынша шығады. Мысалы, бүгін осындай материал шықса, ертең басқа, мысалы, 1 маусым күні балалар қорғау күні, оған бір нәрсе дайындау керек деген сияқты. 31 мамыр күні тағы бір мереке келе жатыр, оны көре жатарсыздар. Сондықтан осылай атаулы күндерге бар. Атаулы күндерге ол бір, сосын өзіміздің мерекелер күндерінде бола бермейді, сосын кейбір мерекелер, мысалы, бізге келіңкіремейді деген сияқты. Міндетті түрде бізде негізгі айдарлар құралады. Содан кейін, мысалы, жексенбі күні бір оңай жеңіл тақырып, мысалы, аспаздық туралы. Бейсенбі күні Алматы көшелерінің тарихы, сейсенбі күні Алаш жолдашылар туралы сол Айқап қазақ газеттерінде жарияланған материалдар деген сияқты солай. Енді сіздердің контенттеріңіз бірегей, сапалы деп айтуға болады. Енді біздің жалпы қазақ интернетіндегі бір олқылық дейміз бе, кемшілік дейміз бе, ол материал ұрлау. Сол сіздердің материалдарыңызға бір жиынтық жасап тұратындар бола ма? Иә, болып тұратын бір рет. Айнұр біздің телевизор қарап отырды да, содан кейін қараса, өзі жазған бір материалды жарайсың деген бағдарламада, соны сөзбе-сөз айтып жатыр, сюжетті синхронда. Ешқандай өзгеріссіз, сол қалпында. Иә, содан кейін ол егер өзгертсе, ол мән бермесе де, сөзбе-сөз болғасын бірден көріп қойды да, содан кейін мен ол бағдарламаны келесі күні интернеттен тауып алдым, олар интернетке салып қояды екен, сосын бізде бір қазақстандық рингтондар ондығы деген бір материал болған. Қазақстанда жалпы біздің жастар, адамдар қандай рингтон қояды екен телефондарына. Сосын тура сондай нәрсені жасады да, олар сюжет құрып. Содан кейін мен ол бағдарламаны редактормен сөйлескен, Twitter арқылы жазған оған, ол маған, иә, мен айтам деген, журналистерге міндетті түрде айтам деген, білмеймін содан айтқан шығар енді. Содан кейін бұлай газеттерге басылады, әрине, бұлай естіп жатамыз кейде, бірақ қадағалап отыруға ешқандай не жоқ. Бірақ анда-санда айтып отырады, анда көрдім, мұнда көрдім. Содан кейін интернет сайттар, мысалы, Алтын Орда деген газет бар. Ол үнемі біздің материалдарымызды қойып қоятын. Содан кейін мен редакторына хат жазғам, бірақ ешқандай жауап келген жоқ. Сен қашан жаздың? Сен ол газеттің жабылғанына сен бір жылдай уақыт болып қалды? Бірақ ол сайт жұмыс істеп тұр. Сайт Алтын Орда, А-Орда ма? Жоқ. Алтын Орда. Алтын Орда. Басқа ол. А-Орданы мен білемін, Алтын Орда басқа. Негізден осылай. Анда-санда көріп тұрамыз қыздармен. Кейде мен негізі былай ойлаймын да, егер сен мүмкіндігің болса, міндетті түрде
оған бір реакция жасау керек. Редакторына хат жазу керек, комментарий жазу керек. Бірақ ол кәдімгі үрдіс, ол бола береді солай. Себебі үлкен сайттарда ұрланады қаншама керек инфодағы посттарда жиі айтып отырады, ұрланатынын, немесе Vox Populi'да репорттаждар үнемі ұрланады. Сондықтан оған бірақ та жарайды деп айта бермеу керек. Оған мүмкіндігін келгенше қарсы тұру керек. Енді жалпы жастар, аудиторияның жастары солай ма? Қай айдарлар қызықтырады оларды? Қызықтырады болғанда, мысалы қаралу саны бойынша, пікір қалдыру саны бойынша бір алға шығып тұратын материалдардың бағыты қандай? Мысалы, білмедім, әншілер туралы материал болғаны, әлде қазақ көп қаралым санына ие болған мысалы материалдардың бірі Аш қазақ тобы туралы рэперлерден алған сұхбат. Ол өте танымал сондай пост. Қазір білмеймін қанша қаралым саны бар, бірақ сондай 10 мыңға жақын. Содан кейін қандай бір сән, қыздардың бір сән, стиль тақырыптары көп қаралым санына ие болады. Содан кейін осы қазақ журналистикасының тарихына арналған айдарда, алаш айдарында біздегі материалдар, кейбір материалдар, мысалы шежіре деген сияқты, немесе бір ескі, бірақ маңыздылығын әлі жоғалтпаған материалдар көп қаралады. Ал жоспарларыңыз туралы болашақта қай жерден көргілеріңіз келеді екпінді? Немесе біз қандай форматта көріп қалуымыз мүмкін? Журнал болып шығуыңыз мүмкін бе? Қағаз журнал ең сәтті материалдарды жинап, соны қағаз журнал ретінде шығаруға сондай бір ой болған, ең басында. Себебі сондай қызық ана материалдарды журнал ретінде көргеніміз өзімізге де қызық. Бірақ оған әзірге сондай қаражат жағынан, уақыт тапшылығынан, қаражат тапшылығынан әлі ондай мүмкіндік жоқ. Мысалы, 3 айда бір рет шықсақ та, 4 айда бір рет шықсақ та, былай жақсы болушы еді. Содан кейін видео лекциялар, сол Курсера сияқты бізде бір қазақ тілінде мектепте де, университетте де оқытылмайтын бір қызықты сабақтарды интернетке шығарсақ деген ой болған бізде. Бірақ оған да бір әзірге жағдайлар жоқ. Бірақ жоспарда тұр. Ойымда бар сондай. Біз екі лекцияны түсіргенбіз, сол Мейірмхан апаймен. Бір лекция шықты, дала уәлаятының тарих жайында. Екінші лекция сол алғашқы басылымдарға байланысты болды. Содан кейін негізінде мен ойлағам, егер де мүмкіндігіміз болса, театр танудан, мысалы, өнер танудан бір сабақтар, немесе абай танудан, бір философия жағынан, шәкәрім сол жағынан бір лекцияларымыз болса ой деп ойлайтын бұрында. Егер де бір қаржылық жағынан көмек болса, оны негізі жүзеге асыру болады. Ендеше осы ойға алған істеріңізге сәттілік тілеймін. Жоғарғы белестерден көре беріңіздер, оқырмандарыңызды қуанта беріңіздер. Екпіндеріңіз талмасын. Сонымен құрметті IT журналының оқырмандары, бүгін бізде қонақта болған Екпін онлайн журналының редакторы, басшысы Әлия Сенбай. Келесі кездескенше. Сау болыңыз. Рахмет.